Қызық болғанда өткен жұма күні Димаш жиналысына бардым. Сол кезде мистер Си деген мұғалім айтты, сендерде мынау дүйсенбі күні Құрбан айт деген мереке келе жатыр ғой, Димаш сабаққа келмейтін шығар деп. Неге? Жоқ, келеді. Ол айтты, Димаш сабаққа жіберме ол күн, жіберсең де мен оны қайтарып жіберемін деді. Сөйтіп күліп қалжыңдап жатыр. Неге деп мен сұрап жатырмын. Сөйтсем, жалпы ол оның сендердің мәдениеттерің ғой, ол сендердің тамырларың ғой, неге оны ажыратасыңдар баланы. Былтыр да жібердіңдер Құрбан айтта сабаққа, мен сол кезде таңғалдым деп, бізді таңғалдырды. Сөйтіп дүйсенбіде келіп жетті. Құрбан айтта істелетін нәрселердің бірі ол әдеттегіден ерте тұру екен. Ерте тұрдық. Әдепке сәйкес жуыну керек, әтірлену керек, мынандай киім кию керек. Мүмкін болса адамдар бір-біріне сыйлық сыйлағаны жақсы дейді. Бұл енді әсіресе балаларға жақсы, себебі сыйлық ол есте қалады, адамды қуанышқа кенелтеді. Бүгін мереке, ал қуану керек дегеннен гөрі сондай бір балаға қуанатын себеп тауып берген жақсы дегесін ол шарамда атқаруға тырыстық. Біз қазір міне айт намазына келдік. Мешіттер талғат ететіндіктен сол жамағаттар осындай парктерді жалдайды. Бүгін мынау бір демалыс орталығын жалдаған екен. Соның спорт залында айт намаз оқылады қазір. Мұнаралы Америка деген фильмде де мынандай дерек келтірген. 2011 жылы айт намазына 2.600.000 адам жиналған екен. Бұл енді соңғы дерек, одан бері қарай жаңа дерек тапқан жоқпын. Осыған қарап жаңағы сол зерттеу жүргізген ұйым ақш-тағы мұсылмандардың саны шамамен 7 миллиондай деген қорытындыға келіпті. Бұл жерді бүгін күні бойы жалдаған екен. Яғни осы орталықта күні бойы әртүрлі ойындар болады, тамақтар атылады, батут тігіліп, балаларға әртүрлі ойындар ұйымдастырылады. Сөйтіп осы мерекенің бір шынайы мереке ретінде өтуіне өте қатты мән беріледі. Яғни бұлар күні бойы бүгін Құрбан айт мерекесін тойлайды. Мумбай деген жердегі кішкентай фермаға құрбандық шалуға барып жатырмыз. Картадан тексердім, 28 миль жер екен бізден. 43 минут көрсетіп тұр. Қаланың маңайында ондай құрбандық шалатын орындарды таппадық. Барлық мешіттерде осы жерді нұсқайды. Және тағы бір таңдау бар, ол жаңағы халал дүкендер бар, сіз жерге барып тапсырыс берсеңіз, олар сізге сойып дайындап береді. Бірақ ол жердің бір кемшілігі, олар бас сирағын және шек қарын бермейді. Ал біз енді ақыры сойғаннан кейін бас сирағында шек қарын бәрін алғымыз келеді. Сондықтан осы өзіміз барып, сол жерден таңдап союға шешім қабылдадық. Бүгін құрбан шалатындар саны көп болғаннан кейін кезек көп болуы мүмкін. Жөндеп қойып кетеміз. Ойбай, ана жаққа. Бұл жердің бір кемшілігі жүйе жоқ. Билет
тикет береді, жаңағы нөмірлер, бірақ сол нөмірлердің сақталуы да қиын. Жаңағы істеп жүрген адамдар мексикандықтар болғаннан кейін бір жүйесі өте нашар. Қазір мысалға кезекте тұрған адамдар, кезектер бұзылып жатыр, және кезек өте көп. Ескерте кету керек, бұл ранчоның иесі мұсылмандар емес, мексикандықтар. Дегенмен құрбан айттың кезінде саудалардың жүретінін біліп алған. Бағаны да сәл көтереді. Бұл мына кезекте тұрғандар ғана емес, 2-3 күн бұрын келіп ақшасын төлеп малын таңдап кеткендер, олар кезектен тыс алып жатыр. Нәрте түсініспеушілік туып жатқан содан екен. Біз әйтеуір 35-ші болып тіркеліп едік. Әрең дегенде орнымызды таптық. Қазір кезегімізде күтіп тұрмыз. Қашан келетіні белгісіз. Qandaqsiz? Yaxshimisiz? Joningiz? Vaqting xush? Мына кезек жылжымай тұрғанына тағы да бір 40-50 минут уақыт өтті. Себебі адамдар 2-3 күн бұрын келіп, малдарын таңдап, ақшаларын төлеп кеткен екен. Біз енді оны білмей қалдық. Біз өткені өткен жылдары 2-ші күні, 3-ші күні келетінбіз, сол кезде адам болмайды. Бұны білгенде біз де 1-2 күн бұрын келіп, ертерек таңдайтын едік. Бірақ енді жарайды, қайырлысы. Кезегімізде келіп жетті. Мал таңдалды. 360-ға саудаластық. Нелер осы әлі бір жасқа толмаған ғой, көрдің бе? Әлі бір жасқа толмаған. Қазір басын қосып, терісін сыпырып алмады. Үлкенбіз деп айтып қой. Аяқта сыпырып тастап тұр басын. Жоқ, ана жүнін сыпырмасын, ана құлағына жақын кесіп тастайды, Мұрат айты, иә? Анау кескеннен кейін терісін алмасын сыпырып басты. Өткенде біз келген немеремен құлағына дейін сыпырып алды терісін. Әдейі өздері айтып жатыр. Сосын ұстап тұрсын бас қанын тақағанша. Құранда сондай жазылған. Малдайды жерге жатып. Тастамау керек. Жоқ. Сен айт, өзің ұстап тұрам де. Құранда жазылған қан таусылғанша басты ұстап тұру керек де. Қасапхананың ішін көрсетуге болмайды, бірақ өзім көзбен көрген бір жағдайды айта кетейін. Негізі мұндағы қасапшылардың барлығы мексикандықтар. Мынау барған мұсылмандардың барлығы қойларын әркім өзі бауыздап алып жатыр. Ары қарай сойуын жаңағы қасапшыларға тапсырып жатыр. Мына сиырды, айтпақшы бұның бағасы $1100 деді ғой деймін. Осы сиырды құлатуға қиналды. Сол кезде дайын тұрған жаңағы электрошок беретін аппаратпен тоқпен ұрып құлатты. Бұл енді біздің көзімізге өте бір түрпі көрініс болды. Сиыр орнынан құлады бірден, ешқандай бір сөзге келместен былайша айтқан кезде құлады. Содан кейін оны бауыздап үлгерді. Бұл енді біздің көз алдымызда болған нәрсе, ал енді үлкен ет комбинаттарында жалпы бауыздау деген нәрсенің болатынына мен сенбеймін. Бұл енді мынау шетелге қатысты. Шетелде жүрген бауырларыма жалпы ескерткім келеді. Негізі мүмкін болса халал стандарттан өткен ет өнімдерін тұтынуға тырысқан абзал. Халал ет өнімдерін қазір кез келген бұрыштан, кез келген дүниенің қуысынан табуға болады. Себебі жалпы бауыздалмай өлген мал, ол арам өлген мал болып саналады. Ол біздің ата-бабамыздан келе жатқан қағида. Құздан құлап өлген малды, аң жарып өлтірген малды қазақ ешқашанда жемеген. Тек қана бауыздап, тірідей бауыздап үлгергенде ғана оны пайдаланған. Сондықтан осы мәселеге жалпы назар аудартқым келеді. Өзім көзім көргеннен кейін маған әсері тіпті көбейе түсті. Қазір Сан-Францискода сағат 7, жарты сағаттан кейін қараңғы батады. Бірақ енді қазақ, Америкада да қазақ. Егер басқа елдерді байқасаңыздар, таңертең ертемен келіп, неғұрлым ерте келіп, ертерек бітіріп, үйлеріне қайтады пикниктері. Біздікі енді басталып жатыр. Сол анау американдық достарымызға түсіндіріп жатырмыз. Бізде дұрыс түсініңіздер. Біз бұл құрбандықтың еті келмей той басталмайды деп. Сол міне той басталудың сәл алдында тұр, себебі құрбандықтың еті қазанға түскеніне көп бола қойған жоқ. Осылайша біз кеште болса бас қостық. ақш-тың үйлері, әсіресе біз жалдауға шамамыз келетін үйлері қазақтардың қонақ мөлшерін көтере алмайды, қонақ санын көтере алмайды. Сөйтіп айтты да өткіздік. Негізі бұның барлығын тізбелеп отырған себебіміз, біз әлі де болса өзіміздің төл мерекелерімізді өз деңгейінде тойлай алмаймыз. Жалпы мемлекеттік деңгейде, қоғамдық деңгейде ол атқарылады, бірақ отбасылық деңгейде мерекеге қаншалықты мән берілсе, ол балалардың санасы соншалықты сіңеді деп ойлаймын. Бұл тек қана айт емес, наурызда, тәуелсіздік күнінде де
барынша балалардың әсіресе есінде қалатындай, өзіміз де соны келесі келгенін күтетіндей деңгейде өткізуге тырысқан жөн ғой деп ойлаймын. Құрбан айт тағы да құтты болсын. Шалған құрбандықтарымыз, айтқан тілектеріміз қабыл болсын. Құрбан айт қабыл болсын.